Assalamu алейкум. Алдыңғы видеода мен сіздерге CG-ді түсіндіріп өттім. Ал бұл видеода мен сіздерге CG программдарды түсіндіріп өтем. Жалпы осы CG саласына кірісіп жұмыс істейтін болсаңыз, дұрыс бір программды талдау. Қызыққан салаңызға қарай бір программ талдап, оны ары қарай дамыту керек. Сол кезде CG саласында кәдімгідей жетістікке жете аласыз. Ал енді және де Қазақстанға қатысты бір-екі ауыз сөз айтып жүрейін, осы мамандыққа қатысты. Жалпы Қазақстанда маман тапшыл. Неге? Бірінші себеп бағанағы айтқандай дұрыс бір программ талдамаған. Екінші, ол талдаған программы ары қарай сабырлы түрде дамытпаған. Программды дұрыс талдамаған себебі көп жағдайда бұл бала программның не істетілетінін, бұл программмен қандай жұмыс, қандай салада жұмыс істей алатынын білмейді. Сол себепті еш ойланбай программ талдайды, оны үйренеді. Әбден көз жеткеннен кейін жоқ, қалаған программа емес, бұл салада жұмыс істегім келмейді дейді. Содан кейін ол программа қалады. Содан кейін екінші программ, үшінші программ, төртінші программ деп әрбір программдардың ортасында қаңғып жүреді. Сол себепті жалпы осы CG саласына кірмей тұрып, ең баста өзіңіздің қалаған кәсібіңізді талдауыңыз керек. Қандай салада жұмыс істегіңіз келеді. Сосын кейін сол салада қандай программдар қолданады. Соны білгеннен кейін барып талғам жасағаныңыз дұрыс. Ал CG саласында ең әйгілі екі компания бар, Autodesk пен Adobe. Ал осы екі компанияда көптеген CG программдар бар. Мысалы, Autodesk-тің ең әйгілі 3 программы бар. Біріншісі болса Maya, екіншісі болса 3D Max, ал үшіншісіне келетін болсақ AutoCAD деген программа. Ал Adobe-ға келетін болсақ, оның 4 программы бар. Біріншісі Photoshop, екіншісі AI, үшіншісі After Effects, төртіншісіне келетін болсақ Premiere. Мінде де ойлайтын жарсыз, Premiere қалайша CG-ға жатады, ол бір видеоны монтаж ететін программ ғой деп. Видеоның соңында оны сіздерге түсіндіріп өтемін. Жалпы осы CG саласында ең көп қолданған осы 7 программ. Ал енді мен сіздерге осы 7 программды жай бір-екі ауыз сөзбен сіздерге таныстырып өтейін. Бірінші программ Maya. Mayаны көптеген салада қолданады. Мысалы, анимация саласында, кино саласында және де 3D кейіпкерді модельдеу деген көптеген салада қолданады. Бірағында Mаяның негізгі істейтін саласы 3D анимация. Неге десе, Mаяның анимация системі дүниеде бірінші орында. Негізі дүниедегі көптеген анимацияны Mаямен істейді. Ал екінші программ 3D Max. 3D Max-тың өзгешілігі модельдеуде. Mаяға қарағанда модельдеу құралы өте дамыған. Hardfaced модельді күшті жасайды. Hardfaced дегеннің қазақшасы бетін майдалау, бірағында шет жақтары кесілген қырлы заттарды Hardfaced дейміз. Сол себепті дүниедегі ең ірі ойын компаниялары, мысалы EA, Epic, Sega деген осы компаниядар 3D Max-ті қолданады. Ойын компаниядан сырт құрылыс компаниясы да 3D Max-ті көп қолданады. Үшінші программ AutoCAD. Бұл да құрылыс саласында көп қолданатын программ. Бірағында AutoCAD-тың өзінің 3D модельдеу құралы өте нашар болған себепті 3D моделін көп жағдайда басқа программдармен жасалады. Мысалы 3D Max. Сол себепті AutoCAD-пен көп жағдайда 2D жобасы ғана жасалады. Аты 3D программ болғанымен 3D құралы негізі қолданбайды. Ал енді екінші компания Adobe-ға келейік. Бірінші программ Photoshop. Photoshop-ты көптеген бала білетіндей шығар, айтпасам да. Бірағында мен және де бір-екі ауыз сөзбен Photoshop-ты сіздерге таныстырып өтейін. Санат пен жарнама саласында Photoshop ең көп қолданған екен. Қазіргі таңда көптеген санатшылар қағазға қарағанда Photoshop-пен рәсім салуды жөн көреді. Жалпы Photoshop-ты үйрену қиын емес. Не бар 3 айдың ішінде Photoshop-ты үйреніп, ары қарай жұмысыңызды істей бересіз. Үшінші программ AI. Бұл программ негізі Photoshop-пен өте ұқсас. Бірағында ортада айырмашылығы үлкен. Ең үлкен айырмашылығы форматта. Photoshop-тың форматы мысалы PNG, JPG,
кәдімгі рәсімдердің форматтары. Ал AI-дың экспорт етілген форматы SVG. SVG форматта болған рәсімдерді illustration дейді ағылшыншасында. Жалпы былай түсінсеңіз болды. Photoshop'тың рәсімін үлкейткен кезінде рәсім болдыр болып көрінбей кетеді. Ал AI-дың рәсімін үлкейткен кезінде өзінің бұрынғы қалпын сақтап тұрады. Арчақта Құдай қалап вақытым болмаса, осы екеуіне қатысты бір видеоны түсіріп сіздерге ұсынамын. Үшінші программға келетін болсақ, After Effects деген программ. Бұл негізі видео монтаж етілгенде көп қолданатын программ. Негізі бұл программның өзі CG мен қатысы жоқ. Ол жай ғана эффекттерді видеоға қоятын бір программ ғана. Бірағында программның ішінде әртүрлі эффекттер CG мен қатысты. Оның ішінде 2D эффекттер бар, 3D эффекттер бар дегендей. Соның барлығы 2D CG программ, 3D CG программнен жасалады. After Effects'тің негізгі істейтін жұмысы алдындағы Photoshop, Maya, 3D Max'тардың нәтижесін бірлестіріп, көркем бір видео қылып шығарып халыққа көрсету. Төртінші программ Premiere. Premiere'да негізі CG мен қатысы жоқ, жай ғана видеоны монтаж ететін бір программ. Мысал ретінде Maya мен анимацияны жасайсыз, бірағында ол жасап болған анимацияны тікелей халыққа көрсеткелі болмайды. Ол және де чекілеу болады. Оны Premiere осындай видеоны монтаж ететін программдармен монтаж етіп барып халыққа көрсетесіз. Сол себепте Premiere'ға ұқсайтын видеоны монтаж ететін программдар CG саласында өте қажетті. Видеоны монтаж етуді білгеніңіз дұрыс. Неге десе CG саласында кез келген жерде видео монтаж ету керек болады. Видеоны соңына шейін көргеніңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.